О, айтыс азанын естіген алатаңнан елімді бүгін жерге қарата алман. Қиядағы қыранда үміт күтет, ұядағы ұшпаған балапаннан. Жастардың жаңа лебі келіп қалдық, жаңбырдың тамшысындай жаңа тамған. Туған жерім отырар Фарабиді ғылым менен білімнің шаматанған. Ассалаумағалейкум Алматыма, қазақта Иранбақтың бағатанған, алғашқы азаттықтың таңатанған. Ақсәлем ала келдім Алатауға, қазақтығын басталған Қаратаудан. Түркінің отанынан келіп тұрмын, Абылай іс жүзіңе хан атанған. Жүйрік жырдың қолдығын бір жазайын, өлеңімді ұзатып Ағотаудан. Алағайын ендеше қолымдыршы, төленерге тілекші боп отырған. Махаббатым көрінсін ақындарға, шапалағын соғылған алақаннан сап өнер жұбанышы күллі адамның, қызыл тіл семсерімді қыннан алдым. Бүгінгі қазыларды көрген кезде бір толқып, бір қуанып шыңға бардым. Жүрсін ағам айтыстың қаранары, ауырса да сынаққа сынбағанмын. Төл өнерді қайтарып төрімізге еңсесін тіктеп берген бір қоғамның. Әсиядай апамды кім білмейді, сахнада ел жайын жырлағанмын. Ерке болған ағамыз өз ағам ғой, жасынан жырын жаттап тыңдағанмын. Теларна бір жансара айтысы деп, тақырыбын тауыпты бір қабардың. Тарихтың ізіменен айтсын деп, бағдарлама атауын тыңнан алдың. Негізі айтысуда бір тарих қой, алдында дәл осындай тұлғалардың тарихын қасбетіне қашалған дәл, кейілін дархандықпен ашалғанда. Қазағым тарихыңа қарап тұрсам, қыз бен жігіт айтысы қашаннан бар. Аузымен құс түстеген жеріктермен осы жерде көрінет қасарландар. Арыққа көнбейтұғын сұлулары мен құрыққа түспейтұғын асаулары бар. Жас қызбенен түсемде ойлап едім, себебі көкіректе неше арман бар. Біреудің құдай қосқан жарыменен жүк болады екен ғой ес алғандар. Ақтөбенің Тапкоптың келініне әділеніп сұлу жүзі жасанған дәл. Айтыстың шартыменен әзілдейін емеспін, сөз ұқпайтын осал балдар. Келіншекке қаттырақ қырындат деп, сөзіммен сын көзімді қоса алмаңдар. Арасында қазақ қалжың айтсақ ол үшін мынаменен өш алмаңдар. Жеребе жұптап қойды айтпесе, біреудің әйелінде не шаруам бар ай. О, армына жыр-жырлаған термелеткен, айтысып абыройы төрге жеткен. Осыдан 4 жыл бұрын Ақтөбедей ақын қыз ұзатылып елге кеткен. Негізі жай адаммен жұпталған жоқ, ақын келін ғой керегесі кемге кеткен. 4 жылда 2 бала тапқаннан соң үкімет бөлісіпті зор дерекпен. 20 миллион болды деп халық саны, асырса қуанып ет елгенеттен. Олда болса үлесі Арунаның келін боп бір әулетті дөңгелеткен. Анаға қол соғымдар халық саны, 20 миллион болуға еңбек еткен ай. Күйеуіңді жырғайынды қоса кетем, демеңдер азаматым осал екен. Таңды таңға ұратын жыршы екен ғой, дауысын тәтті әуенмен ашады екен. Бұл да оған ілесіп домбыраның пернесін өте нәзік басады екен. Менің сізге, мені бірақ бір сұрақ мазалап тұр. Ендеше жауабыңды жаса көкем. Бір жыршының өзі де жыр айтқанда алты қырдан ел құлақ тосады екен.
Алмаған сіздердікі қызық боп тұр, шабыттау оңашада тасам екен. Жыршыменен айтыскер қосылғанда, дауысы неше қырлан асады екен ай. Әрі жыршы айтатын табылжытып жыр еліне, өнерде өмірде де қолдау шығып жаратқан берген менің тілегіме. Дауысы неше қырдан асады деп қиылып қасымда үнім тұр егіліп, пұшпағын бір терінің илеп жүрміз, айналып төл өнердің түлегіне. Асын деп жырламаймыз алты қырдан, халықтың жетсін дейміз жүрегіне. Алматым, амандысың ару қалам, бір сәлем аймаңдайлы арунадан. Асқар тауың сұп-сұлу табиғатың, сапауан самал желің дәру маған. Мен мұнда тек айтысқа келеді екен, іздесем ақындарды арындаған. Сондықтан айтыспенен Алматыны бөлінбес егіздей деп қабылдаған. Қылмыс қой Алматыны аңсамаған, күнә ғой сахнаны сағынбаған. Соңғы кезде айтысқа көп шықпаймын, бұл жолы ақылыма бағынбағам. Алауын жағып жырдың жалындаған, қалауын жүрегімнің орындаған. Халқымды дүр сілкінсін ал ендеше, дүмпуі жанар таудың жарылмаған. Мен емес бір жаңалық ашпақ мықтың, онымды өзім бірден растап шықтым. Біреуін өзім ертіп, ұлдарымның біреуін әжесіне тастап шықтым. Былтыр келіп көре алмай, уайымдап ек, таусылып шаршап, сірә ақсап біттің. Ерекше шабыт беріп бүгін бізге, жүреді жүрсін ағам бастап шықтың. Айтысқа келсек сізді іздейміз ғой, ел боп тілеп бұл сәтті жақсақ күттім. Құдай қалап қастайып қайта тұрып, елге қызмет етуді мақсат тұттым. Айтыстың алатауы жүрсін ерман, біз үшін символындай асқақтықтың. Шабыты ақындардың ашылғанда, жырынан сөз маржаны шашылған ба. Жарқырап бек жанының қасында отыр, ұқсайтын жалындарға, жасындарға. Сен журналист, филолог екен жарың, жетсекен сезімдерің асыларға. Екеуіңде бір сала тіл маманы, жаратқан жолықтырған асыл жанға. Маған да мына бір жай қызық боп тұр, аруна айтысқанда тосылған ба. Ерекше қандай сөздер шығады екен, журналист пен филолог қосылғанда. Біреуді банкрот қып күйрететін, біреуді арықта деп билететін. Марафон курстары көп бұл заманда, бай болуға бағыттап күйлететін. Екінің бірі коуч, мотиватор, бір сәтте баспаналы үйлететін. Аңғал елге арамза молда болып, соңынан талай жанды сүйрететін. Айтқызып айналдында аффирмация, өз-өзін жақсы көріп сыйлететін. Солардың біріне қасымда отыр,
жауабымды тыңда көкем. Сөз айтатын ойым жоқ мұнда бөтен. Оның рас келіншегім филолог ед, журналистпен жұп болса бір бақ екен. Ерекше қандай сөздер шықты дейсің, ол жағы отбасылық жұмбақ екен. Әйтеуір ана тілден басқашалау әйелдің тілі деген тіл бар екен. Бұрын соң естімеген одағайлар, бұрын соң тыңдамаған үн бар екен. Әйелдің тілін тапсаң, әлемнің де тілін табасың деген жыр бар екен. Жар қадірін жеткізген жер жаһанға жүкеңмен асып айтқан кім бар екен. Жаңа сөз ойлап тауып жатқан жоқпыз, ана тілім онсыз да құндақ екен. Оданға отбасыммен қызмет қылып, тілім үшін өзімді тулақ етем. Төл тілім тұғырынан түспеу үшін керек болса жанымды құрбан етем. Сіз айтқандай жаңа сөз шығармай-ақ, сөзді қорым жеткенше жырлап өтем ай. Аруына әдемі қыз ақтамақсың, айтыста тоқтамайтын автоматсың. Коуч, аффирмация дедің бе, не деп кеттің? Байқаймын, инстаграм көп қарапсың. Өзіңде біразына қатыстың-ау, аттарын шатастырмай жаттап апсың. Бұл қыздың көздегені басқа мейді, сөйледі болмаса да рас дәлелі. Өзің айтқан едің ғой тіл маманы, ана тілім бүгінде ақсап еді. Өз тілін менсінбейтін мәңгүрттерге ініңнің шырылдаған жас жан еді. Соларды дұрыс сөйлеп үйретуге аратырлық клубты ашқан еді. Ұлт сүю ең басты міндет деген, мақсаты ұлдарыңның асқақ еді. Тілімді байытам деп мен жүрмін ғой, бұл бекжан қашан елден ақшап еді. Тіліме титтей пайдам тиіп жатса, не нәрсе қуандырсын басқа мені. Азғырып жатқам жоқ қой, жамандыққа жазғырып не табасыз босқа мені. Мен шешендік өнерді үйретем ғой, шешенсіген жандарға қоспа мен ауай. Сүйенсек ақпараттар дерегіне, тілімнің нұқсан кеп жүр беделіне. Өз тілім менсінбейтін қазақтар жүр, өзге тіл жарап тұр деп қорегіме. Бір кезде Қазбек Иса парламентте мәселенің барып ет тереңіне. Қазақ тілім бірінші қыламын деп шаруаның көшіпті жеделіне. Аз-мазадан қол қойып қолдағанмен қалғандары талапқа көнеді ме? Депутат қарсы шығып тілімнің жарамапты көмегіне. Ана тілін сыйламай не көрінді, суын ішіп нанынан жемеді ме? Ол аздай өткен жолы бір қазақтың таңғалым журналистке дегеніне. Нам не нужен изучать казахский деп айтқан көрдік ессіз немені де. Жанарымнан еріксіз жас төгіліп, алаңдап қарап тұрдым мен еліме. Өз тілін менсінбейтін мәңгүрттердің қайрандап жүруінің себебіне. Қазақ тілін керек деп санамаса, $10 қазаққа керегі не ай. Отырса арунадай, анатындай, жыр айтайын саған ой салатындай. Үкімет мотивациясының қалқасында коучтар жарты жолда қалатындай. Жақында бір үрдісті бастапты ғой, келіндердің көңіліне жағатындай. Әр балаға $100 береміз деп әңгіме айтты ақылға қонатындай.
18 жасқа дейін түсіп тұрса шамамен миллионға баратындай. Міне сізге керекті аффирмация. Ана боп алтын алқа тағатындай. Әйтпесе сымбатыңды құртады деп қанша жемге қойып еді бала тумай. Даттайын бизнес қой мынау деген. Жұмыс жоқ сіз дәуреге салатындай. Әзірше 2 бала болғанымен бұйырса 10-ға дейін толатындай. Арунажан ендеше тоқтамағын баламен бақ жұлдызың жанатындай. Тамаша мүмкіндік қой мынау сізге долларды дорбасымен қабатындай. Миллионердің әйелі болмасаң да, миллионердің анасы болатындай. Үкімет бере берсін, көбейіп қазақ өсіп өне берсін. Ұлтымның болашағы балаларға ұлттық қор ашқан басшы көрегенсің. Баланы ақша үшін таппаймыз ғой, дегенмен бұл іс болды еленер шын. Шаңырағыңда шаттық боп сенде інім, бұйырса сол бақытқа кенелерсің. Кеше ғана көтерген отауыңда миллионерлер өмірге келе берсін. Үкімет ел мерейін асырса екен, кемшілігін кешіріп жасырса екен. Қазақтың қанша жылдық қазынасы шашылса бала үшін шашылса екен. Айтатын аналық бір тілегім бар, сөзіме барлық ақын қосылса екен. Ана көп баласы ауырып жылап жүрген, санын деп айта алмайсың осынша екен. Қол жайып көмек қолын, қол жайып мұқтаж болған қараш елдің қарасы сәлде болса басылса екен. Демек қолын созатын сондайларға көмек қоры тағы да ашылса екен. Екпінін Бекжан тағы еселеді, өйткені бұл аратыр шешен еді. Шешендікті үйретіп жатырмын деп көсілген айтыстағы көсемеді. Адамдарда бір түрлі қызық қазір көбейтіп жібергендей мәселені. Психологқа бар сырын ақтарады, өзгертіп жіберердей пешенені. Ақыға сатып алған сол ақылды тегін айтат әке мен шешелері. Өнегесін тыңдаса ата-әженің өздері ақ шешен болып өсер еді. Отбасы тәрбиенің тал бесігі көктетіп көгертетін көсегені. Үйдегі үлкендерді тыңдасын ел, кір тұтпай көрінгенді көшедегі тыңдаса жүректегі жырымды ел, айтайын сақтап жүрген сырын бірер. Әйелің жайлы ерекше тебірендің, күледі-ау көрген кезде түріңді ел. Әйел жанды екен деп ойлап қалды-ау, ақындар айтыс көрген бүгін бірер. Әзіл ғой аялай бер аруыңды, қуантып арасында гүліңді бер. Әйел деген Алланың аманаты, шуағың көгіңдегі күнің гүлер. Күң емес гүлдей баптап жан-жарыңды, жағдайға жеткізбейші сүріндірер. Бабаларың жау алысып жауларымен ереді, найзашына іліндірер. Атқа мініп көрмеген қазіргерлер, шетінен ақылдылар, білімділер. Әл желіні шулатқан соңғы кезде әлімжеттік жасағандар түгілдірер. Әйелін өлтіруге дейін барып, өмір бойы түрмеде шіріп жүрер. Жауына жұмсайтұғын күш жігерді, жарына жұмсап жатыр бүгінгілер. Келіншектің таңғалдың өресіне, бұл
сонда шыққан биік белесіне, биік жанды әйел жанды деп айтады, жігерімді нысан қып жебесіне. Азамат асыл жарым құрметтеген аланасын көтерген төбесіне. Анасымен жарына жыр арнаған, не істегенін білмеймін енесіне. Өзің біл әйел жанды деп ойласаң, мұны өлеңді салайын менесіңе. Әлемнің мән әйелде демеп педі, жүрсінді ен жігіттің төресі де ай. Әйелін құрметтеген ер батыр ғой, әйелін сыйламаған кенді ақыл ғой. Бұл күнде әйелдері жапа шекпіш, ел сапында қазақта елде тұр ғой. Жыл сайын 400 әйел ер қолынан өледі деп қылмыстық тонда тұр ғой. Жыл сайын 50 әйел суицид жасап, өмірмен қоштасап деп олда тұр ғой. Өмірден өлім тәтті боп кеткенде мәселенің барлығы сонда тұр ғой. Түрмедегі әйелдің көп пайызы күйеуін өлтіргенде торда отыр ғой. Өлтіремді өлтірген жоқ қой, олар өзін қорғап қылмыскер болып жатыр ғой. Тұрмыстық зомбылықтың кесірінен талай әйел шыдамай зор отыр ғой. Сол үшін де аз қазақ ажырасу жағынан күллі әлемде алда тұр ғой. Айтпақшы күні кеше мәжілісте шығатын ел заңды күтіп ел жатыр ғой. Әйелдердің құқығын қорғайтын заң қолданысқа енеді деп жатыр ғой. Тезірек күшіне енсе екен, мынау дерт бұл қоғамды жеп жатыр ғой. Әйтпесе есерсоқ еркектер адамдықтан тысқары қап жатыр ғой. Ақ көйлекпен үйіне келген жарды ақ кебінмен шығарып сап жатыр ғой. Отбасыдан басталар отаныңда, бұл сөзі есте болсын атаныңда. Тек дәулеттің баласы тиісті емес тұрмыстық мәселеге бат алуға. Бақытты баланың жанарында бақытты боп кейпі қалсын ата мен ананыңда. Қариялы шаңырақтар көбейсе екен, өздері айналатын бат алуға. Керек пе бала бақша қарайтұғын ақжаулық әже болса отауында. Сөз соңында еліме тілейтінім еш қасірет болмасын шаһарымда. Шаңырақтар шайқалмай бүтін болсын, жаһандану болса да жаһанымда. Аруына жарыңменен сенде жүрші бақытты отбасылар қатарында. Ағаммен ақылдасып әрекет қыл, алтын алқа иесі атануға. Алтын алқа аз десең айналайын, доллар жайлы ойларсың жататында. Қандайы бұл бекжанның тақылдайды, бір басылып ал бірде лақылдайды. Жатарда доллар жайлы ойларсың деп, түбінен құлағымның қақылдайды. Перзентті болғаннан соң ата-ана ешкімнен ақша күтіп отырмайды. Баланың болады өз несібесі, батпаққа Құдай оны батырмайды. Бір қозы туса, бір түп жусан артық шығатынын бүкіл ел мақұлдайды. Балалы боп бақытқа кенелгендер ешқашан байлыққа бас қатырмайды. Ананың айнымайтын махаббаты ақшаға долларға да сатылмайды. Айтыста жұп болмаған сендейсің ар, ал саған жұп болды ғой мендей шынар. Көзіңнен от, сөзіңнен жалын көрдім, көңілім саған деген көлдей шығар. Арыстандай бар екен айбатыңда, қаймықпай өр қияға өрлей шығар. Жолбарыстай бар
7-ші ашық. Демек ақындар биыл туғанына 125 жыл толған геолог ғалым академик Қазақтың қанышын тілге тиек жырға арқау етесіздер. Бастаған қазақ үшін тыңнан ісін, Еңбегін елеп айтып ердің өткен, сөзіңа ет жүректі елжіреткен. Айтарың бар азамат өзіңсің деп зілі жоқ кезегіңді бердің еппен. Әрине айналайын айтарың бар сені тыңдап кетуге келді деппен. Сәтбайып жайлы қалам қанып көрген, мынандай оқиға бар халық көрген. 30-шы
қатты қауіп көрген. Аштықтан ауылдың көп адамы қырылғанда қаншаған сол жаққа шауып келген. 8 бірдей баланы жұрттан тауып жетелеп жезқазғанға алып келген. Ашыққан балаларды жуындырып алдына ас-ауқатты салып берген. Оларды баласындай бағып қағып болашаққа сеніммен шабып берген. 8-інде оқуға түсіріпті біліммен көрінсін деп анық төрден. Сол баланың біреуі академик Ақышев Кемеледі даңқ көрген. Есқорған маңында зерттеу жасап Қазақстанға жаңалық болып келген. Сәтбаев сақтап қалған алтын бала, сақтың алтын адамын қауып берген. Ұрпағы бабалардың сақтайыры, шайырлардың шығуда мақтайыры. Жүрсінге көрінсек деп келіп отыр, шайырла жүйріктердің тартылып қаттайылы. Себебі танылмаған таланттарға айтыстың абызының көп қайыры. Қаныштың қазынасы жер байлығы, басына болып қонған бақтайыры. Жүрсіннің қазынасы жыр байлығы, айтыста айтылатын жаппайыры. Жарқ етсең ақын көрсе қуанады, секілді қар орманның ақ қайығы. Сосын оны биікке жетелейді, жағаға жеткізетін боп қайығы. Ақын іздеп жүретін жүрсін ағам негізі археологтың даптайыны. Егерде еңбегіне теңеу айтсам, ешқандай бола қоймас топтайыбы. Айтыс сайын ашатын бір жаңалық, Ерманов Төленердің Сәтбайыбы. Ақынсың елдің жайын толғап жүрер, сахнада ұлт мүддесін қорғап жүрер. Кезекті айтарың бар деп бердің ғой, сен де менің жырымды жалғап жүрер. Сахнада иіліп тал бойыңыз, тақылдап сөйлеп жатыр таңдайыңыз. Сәтбаев 65 жыл ғұмырында артына қалдырыпты таудай ұлы іс. Арунажан, өзіңе сауалым бар, айтатын осы жайлы бар ойыңыз. Имантайдың баласы тірі болса, қазір қандай болушы жағдайымыз Қырандай қанатымды жазып тұрып, ойымды жеткізейін нәзік қылып. Өлмейтұғын артына із қалдырған, ел ғылымын көтерген озық қылып. Имантайдың баласы тірі болса, қазақты таныр еді жазық біліп. Кенімді келімсектер пайдаланба.
Ауылына толғасын жыр арнасын ән. Алматының төрінде айтысқанда көтердім кино жайлы алғаш ұран. Ұсынысты қалдырмай ескерусіз күтеміз осы ұжымның ордасынан. Сәтбаевқа арналған сол киноны көрсек шіркін Алматы арнасынан. Жыр болып, өлең болып төгілесің. Күн болғандай қазақтың көгіне шын. Bir жанның сарқытындай бек жанының. Қан болып, кербез болып керілесің. Қаныштың әмірені таңғалдырған әншілігі жайында не білесің? Әйтеуір түріңізге қарап тұрса, тым ақылды адам боп көрінесің. Ақылды адамсың бұл ерім дейді. Осылай теңеу сөзін керім дейді. Не білесің дейді ғой әміре жайлы, мұнда не білесің деп айтып сауал қойып жеңілдейді. Жаңағы өзің айтқан Арулғажан ақылды адам шынымен не білмейді. Қаныштай дарындерлер кемдеу шығар. Әміре ән айтқанын көрген шығар. Қаныш егер геолог емес әнші болса, бар әлемді таңғалдырар деп айтып еді. Бұл сөзімен Қанышқа сенген шығар, сенген соң солай баға берген шығар. Бірақ та әнші болмай Қаныш адам көңілді ғалымдардың соңынан ерген шығар. Ғылымнан елге келер пайда көптеп көңілді сол жағына бөлген шығар. Аңшысы мен әншісі көп бұл даладан, кеншісі боп қалайын деген шығар. Тағы бір мәселемен танысалық. Мәскеудің тұрған кез ол бағы шауып, Қазақстанның жерасты байлығының, келіпті ғалымының бәрі шауып, картаны жасамаққа кірісіпті, даламда әрі шауып, бері шауып. Кенімнің жатқан жерін жатқа білсе, кетеді деп орыстар оны сауып, 5-6 кен орнын жасырып қап, картаға енгізбепті Қаныш алып. Ұрпаққа деп сақтаған сол байлықты біз келеміз саудаға әлі салып. Кені мен мұнайы бар басқа жұрттар келеді күннен күнге қарыш алып, жатыр ғой таңға сайып шәріш алып. Біз болсақ қазудамыз, сатудамыз дегендей мұны ертерек тауыс алып. Алудан түскен пайда қайда жатыр? Мұны айтқанда шықпайды дауыс анық. Жердегі байлықпенен емес біздер елдегі жемқорлықпен алыс алып. Әділетті Қазақстан орнатайып, сосын ғана саудамен табыс алып. Әйтпесе тоналатын түріміз бар, керегін қалтасына бәрі салып, отанымның уранын қор салып, Қаныштан қалған кенді кәр салып. КСРО аяз еді-ау сақырлаған, тұлға барма ол азу батырмаған. 1951 қарсаңында кеңестің қызыл оты лапылдаған. Әуезіп Жұбанов пен Қажымдарға ұлтшыл деп айып тақты соғыр қоғам. Сол кездегі ғылымның ордасына басшы болған Қаныштай ақылды адам. Қызметінен қудала деп қосыларды үкімет Сәтбаевқа қақылдаған. Негізсіз қудалауды жүргізбейм деп биліктің бұйрығына шатылмаған. Үкіметтің дегеніне көнбегендер жөн болар деп қызметте отырмаған. Басшылықта
жаулықтан босатып жіберіпті, ұлтшыларға адам деп өкіл болған. Таңғалдың Сәтбаевтың өресіне ұлдына жан тәнімен жақын болған. Мансабынан қазағын биік қойып, жасаған жасқан бастан батыл қадам. Ұлдына шын жүрекпен қызмет етіп, қызмет үшін ақшаға сатылмаған ай. Қазақ қызы абырой намысындай, көзімнің қарасымен ағысындай. Бүгінгі тілейтінім арунаның айтыстан қайтса екен сағысынбай. Мінезіңде жайлаулы жайлы екен, жаз келіп жайлау барған қонысындай. Жүзіңізде сәулелі нұрлы екен, жарқырап көрінеді топ ішіндай. Даусыңыз алталашты шарлас екен, қос шек домбыраның қағысындай. Үйдегі ағамызда елін сүйсін, кешегі алаштың бес арысындай. Екі ұлың ел білетін ғалым болсын, бір туар имантайдың қанышындай ай.